Барлықтарыңыз сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып қалқанша безінің патологиялары. Қалқанша безінің патологияларын 3 топқа жіктеуге болады. Бірінші топ гипотереоз шақыратын бұзылыстар, екінші топ гипертереоз шақыратын бұзылыстар, және үшінші топ тироидит шақыратын бұзылыстар. Тироидит дегеніміз өзі аты айтып тұр, ит деген жалғау, қалқанша безінің қабынулық патологиясы. Бұл кезде екі фазасы болады. Бірінші гипертереоздық фаза және гипотереоздық фаза. Қабыну басталған кезде фолликулярлық жасушалардың ішінде қорда тұрған қалқанша безінің гормондары көптеп қанға түседі, және уақыт өте келе гормондар азаяды қорда, және қабынудың әсерінен гормонның синтезі төмендейді. Соған байланысты бірінші гипертереоз болады, және екінші гормон синтезінің төмендеуіне байланысты гипотереоздық фаза басталады. Бұл жайлы кейін тағы да толығырақ айтатын боламыз. Қазір бірінші біз гипотереоздан бастаймыз. Бірінші гипотереоздың симптомдары. Пациентте метаболизм баяулайды, әлсіздік, шаршау, жүктеме кезінде ентігу байқалады, суыққа төзбеушілік, себебі энергияның синтезі төмендейді. Энергия төмендейтін болса, пациентте жылу өндірісі азаяды. Соған байланысты көп пациенттерде суыққа төзбеушілік байқалады. Тәбеттің төмендеуі, бірақ оған қарамастан пациенттерде салмақтың жоғарылауы байқалады. Іш қату, гипорефлексия, рефлекстердің төмендеуі, құрғақ немесе салқын тері, дөрекі сынғыш шаштары сынғыш болады, шаштар түседі, және брадикардия, жүректің жиырылу жиілігін төмендеуі. Миксидема қалқанша бездің дермопатиясы. Миксидема деген көбінесе гипотереоз кезінде пациенттерде байқалады. Қалқанша безінің Т3, Т4 гормондарын жеткіліксіздігінен болады, және бұл кезде пациенттің терісі ісінеді, терінің ісіну пайда болады. Мына жерде шұңқыр емес деп берілген, ол ағылшынша non-pitting, өзі ісінудің екі түрі бар. Ағылшынша non-pitting дей ма, сосын pitting дей ма. Pitting деген сөз шұңқыр, ол ісініп тұрған теріге саусағымызды басып тұрсақ, алатын болсақ, сол жерде саусақтың ізі қалады, шұңқыр болып қалады. Ол бізде питтинг дей ма. Ал шұңқыр емес деген сөз non-pitting дей ма. Саусағымызды кіргіземіз, бірақ саусағымыз теріге кірмейді, өйткені ісіну өте қатты болады. Вот миксидема кезінде пациенттерде осындай саусақ кірмейтін шұңқыр емес ісіну болады. Ол неге байланысты? Ол жаңағы теріде, тері астына гиалурон қышқылының жиналуына байланысты. Егер су жиналатын болса, пациентте питтинг едема болады, шұңқыр болатын. Ал гиалурон қышқылы жиналатын болса, немесе басқа протеиндер жиналатын болса, онда шұңқыр емес, non-pitting едема болады. Ол жиналған гиалурон қышқылы суды өзіне тартады, тартқаннан кейін сол жерде ісіну пайда болады. Көбінесе бетте болуы мүмкін, және периорбитальды ісіну. Периорбитальды дегеніміз көз алмасының жан жағының ісінуі байқалады пациенттерде. Бірақ дененің бүкіл жерінде, басқа жерлерде де болуы мүмкін. Екінші бізде претибиальды миксидема. Бұл претибиальды миксидема мен миксидема екеуі екі түрлі. Миксидема негізінен жаңа айттым гипотереоз кезінде болады. Ал претибиальды миксидема ол көбінесе Грейвс ауруы кезінде байқалады. Грейвс ауруы ол гипертереоз шақырады, Грейвс ауруы. Бірақ претибиальды деген сөз ол тек қана аяқтың ісіну байқалады пациенттерде. Тізеге дейін, тибия дегеніміз өзі осы тізе астындағы жіліншік сүйек, осы жерден ісінуі байқалатын болса, онда ол претибиальды миксидема, көбінесе жаңа айтқандай Грейвс ауруында байқалады. Тағы да бір термин ол миксидема кома. Бұл гипотереоздан болатын кома. Бұл кезде егер пациентте қалқанша безінің гормондары бірден түсіп кететін болса, критикалық деңгейге, онда пациентте кома болуы мүмкін. Енді миксидема кезінде, мынау жаңа бірінші суретте әйел кісі берілген, миксидемамен ауыратын. Ал екінші суретте пациент гормондарды қабылдап, ем қабылдағаннан кейін ісінудің қайтуын көруге болады. Мына жерде көз алмасының жан жағының ісінуі, беттің ісінуі бізде миксидеманың негізгі симптомдары. Енді гипотереоз кезінде пациенттерде миопатия болады. Гипотереоз кезінде жиі кездесетін бұлшықеттік белгілер, симптом.
бұлшықетте әлсіздік болады, құрысулар болады, миалгиялар болады. Оның себебі қалқанша безінің гормондары ол бұлшықеттердегі митохондрияның жұмысына әсер етеді. Егер қалқанша безінің гормондары төмендейтін болса, тироидты гормондар, онда митохондрияның жұмысы төмендейді, әлсірейді. Ал митохондрия төмендейтін болса, онда энергияның бөлінуі, энергияның синтез азаяды. Энергияның синтез азаятын болса, бұлшықетте әлсіздік болады, құрысу болады. Және тағы да бір диагностикалық көрсеткіш, ол қан сарысуында креатинин киназа жоғарылайды 90%-ға дейін. Енді гипотиреоздың тағы да бір симптомы ол гипонатремия. Бұл гипонатремия гипотиреоздың ең жақсы сипатталған себебі, көп пациенттерде кездеседі. Оның негізгі себебі бұл антидиуретикалық гормонның жоғарылауына байланысты. Егер антидиуретикалық гормон жоғарылайтын болса, пациенттерде диурез жоғарылайды. Диурез жоғарылайтын болса, онда сұйықтық сыртқа көптеп шығады, сонымен бірге натрий да көп шығып кетеді, пациентте натрий азаяды, және гипонатремияға келеді. Гипонатремия негізінен естің шатасуына әкелуі мүмкін. Себебі натрий бізде әрекет потенциалын беретін, сигналды жіберетін ең негізгі бізде ион болып саналады. Пациенттерде, жаңағы гипотиреозбен ауыратын пациенттерде емі орын басу терапиясы. Бізде екі гормон бар, екі препарат бар. Ол бізде левотироксин, ол синтетикалық Т4 гормоны, және лиотиронин деген ол синтетикалық Т3 гормоны. Левотироксин лиотиронинге қарағанда жақсырақ, көбінесе осы препаратты беріледі. Оның себебі, егер Т3-ті беретін болсақ, біз лиотиронинді, онда Т3 ішектен тез сіңеді, тез сіңгеннен кейін бірден таралады, жеңіл гипотиреоз белгілерін тудырады. Гипертиреоз белгілерін тудырады. Ол жаңа пациентте тахикардия шақыру мүмкін, тремор шақыру мүмкін. Осы жаңа мәселелеріне байланысты біз левотироксинді береміз. Левотироксинде бұндай жаңа мәселелер өте аз. Содан кейін біз егер левотироксинді беретін болсақ, Т4. Ол Т4 бәрібір қанға түскеннен кейін тіндерде Т4 Т3-ке ауысады. Сондықтан левотироксин лиотиронинге қарағанда жақсырақ. Және бұл препаратты қашанға дейін береміз? Біз ТТГ қалыпқа келгенге дейін біз дозаны реттейміз. Үлкен дозадан бастаймыз да, ТТГ қалпына келгенге дейін сосын дозаны жайлап азайтып отырамыз. Енді гипертиреоз дегеніміз гипотиреозға қарама-қарсы. Бұл кезде барлық симптомдар қарама-қарсы болады. Метаболизм жылдамдайды. Пациентте гиперактивтілік болады. Ол энергияның көптеп бөлуіне байланысты. Ыстыққа төзбеушілік болады. Гипо кезінде керісінше суыққа төзбеушілік, ал гипер кезінде ыстыққа төзбеушілік. Тәбеттің жоғарылауы, пациентте метаболизм жоғарылайды, көп тамақ ішеді, бірақ соған қарамастан пациенттерде барлығы салмақ жоғалтады. Диарея, ол диареяның себебі ішектің перистальтикасының, моторикасының күшеюіне байланысты. Гиперрефлексия, рефлекстер күшейеді, және тері жылы болады, тері дымқыл болады, шаштың жұқаруы, түсуі, және тахикардия. Кейбір кезде жүрекшелердің фибрилляциясын шақыру мүмкін. Келесі талқылайтын бізде тиреотоксикоз. Тиреотоксикоз дегеніміз ол өмірге қауіпті гипертиреоз. Қалқанша безінің гормондарының өте үлкен дозада қанға түсуі. Бұл қай кезде болады? Бұл көбінесе бұрыннан гипертиреозбен ауыратын науқастарда болады, тиреотоксикоз. Және Грейвс ауруы немесе токсикалық көп түйінді зобпен ауыратын пациенттерде байқалады. Және осы пациенттер егер стресс болатын болса, операция, жарақат, инфекция, сол кезде қанға өте көп қалқанша безінің гормондары үлкен дозада бөлінеді. Соның себебінен пациентте тиреотоксикоз дамиды. Тиреотоксикоз кезінде пациентте жаппай катехоламиндер көтеріледі. Катехоламин дегеніміз адреналин, норадреналин, симпатикалық жүйке жүйесі өте күшті белсенеді. Пациентте қызба, делирия байқалады. Және тахикардия ол аритмияға алып келуі мүмкін, және аритмиядан пациент өліп кетуі мүмкін, ол өлімге әкелуі мүмкін. Және тиреотоксикоз кезінде гипергликемия болады пациенттерде. Ол жаңа катехоламиндердің әсерінен,
немесе қалқанша безінің гормондарының әсерінен. Себебі бұлар бізде глюконеогенезді күшейтеді және гликогенолизді, бауырдағы гликоген қорының ыдырауына алып келеді. Және гиперкальцемия бұл сүйектің бұзылуына және сүйектегі кальцийдің қанға түсуіне алып келеді. Тағы да бір керек талқылайтын бізде термин зоб. Бұл қалқанша безінің ұлғаюы. Қалқанша безінің ұлғаюы бұл кезде ТТГ жоғарылайды, жоғарылығы ТТГ, бірақ Т3, Т4 өте төмен болады. Мына суреттен қарасаңыздар, мынау кісіде қалқанша безі өте үлкейген. Ол жоғарғы ТТГ-ге байланысты, себебі ТТГ ұзақ уақыт бойы өте көп бөлінетін болса, қанда деңгейі жоғары болатын болса, онда ТТГ қалқанша безін стимулдап фолликулярлы жасушалардың гиперплазиясына алып келеді. Гиперплазияға алып келеді, бірақ гиперплазияға ұшырағанмен олар Т3, Т4-ті өндіре алмайды. Көбінесе ол жаңағы Грейвс ауруы кезінде байқалады. Грейвс ауруы кезінде қалқанша безді арнайы антиденелер ынталандырады. Ал ТТГ-мен байқалатын ол көбінесе йод жетіспеген кезде. Пациент йод жетіспейді, ТТГ ұзақ уақыт бойы бөлінеді, бірақ қанша көп бөлінсе де йод жетіспегендіктен Т3, Т4 өндірілмейді. Енді пациентте гипотиреоз немесе гипертиреоз симптомдарымен келетін болса, біз Т3-ті, Т4-ті ешқашан тексермейміз бірінші. Себебі Т3, Т4 ол әрқашан өзгеріп тұру мүмкін. Ең бірінші, ең жақсы бастапқы сынақ ол ТТГ. ТТГ-ға қараймыз, ТТГ-дан кейін барып біз Т3 пен Т4-ті бақылаймыз. Зертханалық нәтижелеріне қазір тоқталайық. Көптеген бұзылыстар жаңағы қалқанша безінің патологиясын шақыру мүмкін. Мысалы, қалқанша безінің бұзылыстары кезінде пациентте жаңа айттық, ол гипотиреоз болуы мүмкін, гипертиреоз болуы мүмкін. Бірақ ТТГ қалқанша безінің гормондарына қарама қарсы болады зертханалық нәтижеде. Мысалы, гипотиреоз кезінде Т3 пен Т4 төмендейді, тироидті гормондар, бірақ ТТГ жоғарылайды. Себебі, мына жерде қалқанша безінде гормондардың бөлінуі төмендейтін болса, гипофизге, гипоталамусқа сигнал келеді, не гипоталамус тиротропты релизинг гормонды бөледі, және ол релизинг гормон алдыңғы гипофизді стимулдайды, және алдыңғы гипофиз бізде ТТГ-ны бөледі, тиротропты гормонды, және тиротропты гормон жоғарылайды. Ал гипертиреоз кезінде керісінше Т3 пен Т4 жоғарылайды бізде, бірақ ол жоғарылағанмен қанға көп түседі да, неге гипофизға келіп сигнал береді, гипофизді тежейді, ал гипофиздан ТТГ-ның бөлуі сосын тежеледі. Енді гипертиреоз, гипотиреоз екі түрі бар. Ол орталықтан болатын гипотиреоз, немесе гипотиреоз болуы мүмкін. Орталықтан болатын ол бізде мынау гипофиздің немесе гипоталамустың ісігіне байланысты. Бұл кезде ТТГ төмен болады, бірақ ТТГ-мен қоса Т3 те Т4 те төмен болады. Ал егер ТТГ жоғары болатын болса, Т3 те Т4 те жоғары болады. Сонда қайтадан қайталаймын. Мына жерде жаңа айтқан, ол егер қалқанша безінде болатын болса, бұзылыс қалқанша безінде болатын болса, гипотиреоз кезінде қалқанша бездің гормондары төмендейді, бірақ ТТГ жоғарылайды. Ал гипертиреоз кезінде қалқанша бездің гормондары жоғарылайды, бірақ ТТГ төмендейді. Егер бұзылыс бізде қалқанша безінде болатын болса. Ал егер бұзылыс орталықтан болатын болса, гипоталамус, гипофизде болатын болса, онда ТТГ төмендейді, Т3, Т4 те төмендейді. ТТГ жоғарылайды, Т3, Т4 те жоғарылайды. Бұндай бұзылыс өте сирек кездеседі. Бұл гипофиздің, гипоталамустың өте сирек кездесетін бұзылыстары. Әдетте ол гипоталамустық, гипофиздік ісіктер. Мысалы, кейбір ісіктер ол ТРГ мен ТТГ-ның секрециясын блоктайды. ТТГ төмендейтін болса, онда қалқанша безіне келетін сигнал азаяды. Қалқанша безінен тироидты гормондардың синтезі азаяды. Гипотиреоз шақырады. Ал мынандай ісіктің түрі бар. Тиротропинома деген. Тиротропинома кезінде
ттг синтезделеді өте көп. Ол жаңағы ттг-ны синтездейтін ісіктің түрі гипофиздағы. Және ттг жоғарылайды. ттг жоғарылайтын болса, пациентте гипертиреоз болады. Кейбір кезде гипофиздің қалқанша безінің гормондарына резистенттілік байқалады. Ол не деген сөз? Қалқанша безі Т3, Т4-ті бөледі. Т3, Т4-ті бөлгеннен кейін ол сигнал гипофизға келу керек. Гипофизға келеді та, гипофизден ттг-ның синтезі төмендеу керек. Бұл кері байланыс деп аталады. Бірақ кейбір кезде гипофизде егер Т3, Т4-ке резистенттілік туындайтын болса, Т3 пен Т4-ті қанда қанша көбейсе де гипофиз оны анықтай алмайды, резистентті болады. Соған қарамастан қанда Т3, Т4 аз деп ойлайды да гипофиз, сосын көптеп ттг-ны бөле береді. ттг көбейген сайын қанда тироидты гормондардың мөлшері арта береді. Және ол гипертирозға алып келеді. Енді біз жаңа айттық, Т3 деген гормон бар, Т4 деген гормон бар дедік, қалқанша безінен бөлінетін. Бірақ тағы да бір гормон бар, ол кері Т3 деп аталады. Ағылшынша ол аталады reverse T3 деп. Мынау бізде Т4. Бұл reverse T3 деген Т4-тен алынады. Т4-тен бізде алынады Т3, бізде арнайы фермент бар, 5' деайдиназа деген. Сол фермент Т4-ті бізде Т3-ке айналдырады. Бірақ одан басқа Т4 бізде кері Т3-ке де айналады. Қазір ол жайлы толықтай айтам. Кері Т3 дегеніміз не екенін. Кері Т3-тің деңгейі әдетте Т4-пен бірдей болады. Егер Т4 төмендейтін болса, онда кері Т3 те төмендейді. Ерекше бір қолданылуы кері Т3-тің бұл эутироидты синдром деген синдром бар. Осы синдромды анықтау үшін біз кері Т3-ті анықтаймыз. Мысалы, егер пациентте сепсис немесе ауыр инфекция, ауыр жарақат болатын болса, ауыр науқастарда көбінесе стресстің себебінен, стресстің әсерінен ттг төмендейді. Ал егер ттг төмендейтін болса, онда Т3 те, Т4 те төмендейді. Бұл орталық гипотиреозға ұқсауы мүмкін. Өйткені орталық гипотиреоз кезінде проблема айттық қой, гипофизда немесе гипоталамуса деп. Гипофиздің ісігін әсерінен ттг төмендейді, ттг төмендесе Т3, Т4 те төмендейді. Орталық гипотиреоз кезінде. Бірақ ауыр науқастарда стресстің әсерінен ттг төмендеуі мүмкін, Т3, Т4 те төмендейді. Екеуі бір-біріне ұқсайды. Бірақ екеуін бір-бірінен қалай ажыратамыз? Ауыр патология кезінде біз осы кері Т3-ті қанда тексереміз. Егер кері Т3 жоғарылайтын болса, онда пациентте осы ауыр патология деген сөз. Стресстің себебінен болған гипотиреоз. Өйткені ауыр патология кезінде клиренс бұзылады. Ал ттг, Т4, Т3 төмен болатын болса науқаста, егер ттг да төмен болатын болса, Т4 те, Т3 те төмен болатын болса, диф диагностика жасау үшін біз осы кері Т3-ті тексереміз. Егер кері Т3 төмен болатын болса, онда орталық гипотиреоз. Онда проблема бізде гипофизда. Гипофиздің ісігі немесе басқа проблема. Ал егер кері Т3 жоғары болатын болса, онда пациентте эутироидты синдром. Эутироидты синдром дегеніміз ауыр бір инфекцияның басқа жарақаттың әсерінен, стресстің әсерінен ттг-ның төмендеуі және тироидты гормондардың төмендеуі. Осымен гипотиреозды аяқтадық. Қазір гипертиреозды талқылаймыз. Гипертиреозды шақыратын негізгі патологиялар. Ең бірінші себеп ол Грейвс ауруы, бұл аутоиммунды ауру. Келесі токсикалық көп түйінді зоб және амиодорон деген препарат. Йодтың жүктемесі, егер көп йод қабылдайтын болса бір мезгілде, және тироидиттің ерте кезеңі. Енді бірінші Грейвс ауруы. Бұл аутоиммунды ауру. Бұл кезде қалқанша безін ынталандыратын арнайы антиденелер өндіріледі. Мысалы, мынау қалқанша безі болатын болса, қалқанша безінде біз айттық арнайы тироидты гормондарды бөлетін фолликулярлық жасушалар бар. Және бұл фолликулярлық жасушаларда бізде арнайы ттг-ның рецепторы болады. ттг рецепторы. Ол ттг рецепторы не үшін керек? Оның маңызы гипофиздан ттг бөлінеді. ттг бөлінгеннен кейін ттг осы рецептормен байланысады. Байланысқаннан кейін
фолликулярлы жасушаны стимулдайды. Т3 Т4-ті бөлуге стимулдайды. Ал Грейвс ауруы кезінде арнайы иммуноглобулин G осы рецепторге қарсы түзіледі, бірақ бұл қарсы түзілген антидене рецепторды барып жоймайды, бірақ рецепторды керісінше стимулдайды. ТТГ секілді стимулдайды. Және осы стимулдағаннан кейін қалқанша без алады да өсе бастайды. Т3 пен Т4-дің өндірісі алады да күшейеді. Және пациентте гипертиреоздың белгілері пайда болады соған байланысты. Ең бірінші Грейвс ауруының көрсеткіші ол экзофтальн. Мына суретте көрсетілген. Ол көз алмасының сыртқа шығуы. Немесе проптоз. Проптоз дегеніміз жаңа көздің алға қарай шығып тұруы. Мына суретте көрсетілгендей. Екіншісі ол периорбитальды ісіну. Ол жаңағы мынау жіліншік сүйектің осы жерде сұйықтықтың жиналуына байланысты, немесе фибробласттардың жиналуына байланысты осы жерде ісіну. Көп жағдайда пациентте көздің симптомдары болмайды. Көздің симптомдары дегеніміз көздің жасаурауы, көздің қызаруы пациентте байқалмайды. Қышу, құрғау деген симптомдар байқалмайды. Пациентте претибиальды миксидема байқалады. Бұл жаңа айттық. Осы тибия дегеніміз мына жерде сүйек, барлықтарыңыз білетін жіліншік сүйегі, осы жерде ісіну байқалады. Жай миксидемамен шатастырмаймыз, өйткені миксидема деген бізде негізінен гипотиреоз кезінде пациенттерде байқалады. Ал претибиальды миксидема бұл ерекше жағдай осы Грейвс ауруы кезінде байқалады. Және бұл негізінен неге байланысты? Бұл Грейвс ауруы аутоиммунды ауру болғандықтан Т лимфоциттердің фибробласттарды активтендіруіне байланысты. Т лимфоциттер фибробласттарды активтендіреді. Және фибробласттарда ТТГ-ның рецепторлары болады. Және ол ынталанған фибробласттар гликозамин гликандарды секрециялайды. Гликозамин гликандар көптеп бөлінеді, осы жерге келіп жиналады. Жиналғаннан кейін бұлар суды өзіне тартады. Бұл көбінесе гидрофилді заттар, гликозамин гликоген дейміз, ол негізінен гиалурон қышқылы. Гиалурон қышқылы жиналады, жиналғаннан кейін суды өзіне тартады, және пациентте сол жерде ісіну байқалады. Енді диагнозды қалай қоямыз? Зертханалық көрсеткіштер арқылы, осына гормондардың мөлшері, Т3, Т4-дің мөлшері, ТТГ-ні өлшейміз, және пациентте экзофтальн бар ма, жоқ па, соны байқаймыз. Егер бар болатын болса, онда Грейвс ауруына күдік жоғарылайды. Және ТТГ рецепторларын антиденелерін өлшеуге болады. Және пациентте қалқанша безді ынталандыратын иммуноглобулиндерді қаннан анықтауға болады, плазмадан. Себебі бұл бізде аутоиммунды ауру. Емі симптомдарды қалай басамыз? Симптомдарды біз басу үшін бета-блокаторлар береміз, және тианамидтер береміз. Тианамид дегеніміз бізде метимазол, карбимазол және пропилтиаурацил деген препараттар. Бұлар бізде Т3 пен Т4 гормондарын синтезін және бөлінуін тежейді. Және дәрілер көбінесе түпкілікті терапияға дайындық кезінде басталады. Себебі дәрілер негізгі түпкілікті терапия емес, түпкілікті терапия ол радиоактивті йод немесе операция. Жаңа айтқан тианамидтер дегеніміз ол бізде метимазол және пропилтиаурацил, қысқаша ПТУ. Метимазол деген препарат қалқанша безіндегі тироид пероксидазаны тежейді, қысқаша ТПО. Егер ТПО тежелетін болса, естеріңізде болса, ТПО дегеніміз ол қалқанша безіндегі тироидты гормондарды синтездейтін негізгі және жалғыз деп айтуға болады, негізгі фермент. Осы фермент тежелетін болса, онда йодтың байланысуы тежеледі, йодпен байланыспайды, тироглобулиндер, және MIT, DIT-дің қосылуы тежеледі. MIT дегеніміз моноайдотиразин, DIT дегеніміз диайдотиразин. MIT мен DIT екеуі қосылып, бізде Т3 пайда болады. DIT мен DIT қосылатын болса, онда Т4 пайда болады. Сонда осы метамизол дәл осылай жаңағы қалқанша без гормондарының синтезін тежейді. Және пропилтиаурацил механизмі метамизолмен бірдей ТПО-ны тежейді. ТПО тежелсе, Т3, Т4-дің синтезі төмендейді.
сонымен қоса 5 прайм деядиназаны тежейді. Бұл фермент Т4-ті Т3-ке конверсия жасайтын, айналдыратын перифериялық фермент. Сол арқылы пропилтиурацил Т3-тің деңгейін азайтады. Енді тианамидтердің негізгі жанама әсерлері. Ең жиі кездесетін жанама әсері ол тері бөртпесі және кейбір пациенттерде агранулоцитоз байқалуы мүмкін. Лейкоциттер деңгейінің түсуі ол көбінесе жаңағы препаратты қабылдағаннан кейін қызба немесе инфекция түрінде көрінуі мүмкін. Лейкоциттер препаратты тоқтатқаннан кейін қайтадан жақсарады, қалпына келеді. Препарат тоқтату арқылы бұл жанама әсерді кері қайтарамыз. Және кейбір адамдарда апластикалық анемия шақыруы мүмкін. Және тағы да бір жанама әсер ол гепатоуыттылық, гепатотоксикалық әсері бар. Бауыры ауыратын пациенттерге, гепатит, цирроз бар пациенттерге қарсы көрсетілген, немесе өте сақтықпен қолдану керек. Енді метимазол бізде тератогендік әсері бар. Тератогендік әсер дегеніміз ол туа біткен ақауларды шақыратын әсер. Сондықтан бірінші триместрде қарсы көрсетілген метимазол, егер жүкті әйел гипотиреозбен ауыратын болса, гипертиреозбен ауыратын болса, жаңа Грейвс ауруымен ауыратын болса, онда біз метимазолды бірінші триместрде бермейміз, бірінші триместрде біз ПТУ береміз, пропилтиурацил. Екінші, үшінші триместрден бастап пациентке метимазолды беруге болады. Келесі препараттардың тобы ол бізде пропранолол, бұл бізде бета-блокатор. Және бета-блокатордың бір қызметі ол симпатикалық жүйке жүйесінің симптомдарын басады. Қозу, тахикардия, қан қысымы жоғарылауы, солардың бәрін басады. Және Т4-ті Т3-ке түрлендірілуін блоктайды. Пропранолол бізде 5 прайм деядиназаны тежейді. Тианамидтер, жаңа айтқан ПТУ, метимазол, калий иодиннің қаныққан ерітіндісі. Өйткені егер өте жоғары дозада йод беретін болсақ пациентке, йодтың жүктемесі Т4-тің өндірісін тоқтатады. Бұл эффект бізде Вольф-Чайков эффекті деп аталады. Және стероидтарды береміз. Стероидтар Т4-тің Т3-ке түрлендірілуін азайтады. 5 прайм деядиназаны тежей алады. Және келесі тағы да бір әсері аутоиммундық зақымдануды басады. Өйткені Грейвс ауруы бізде аутоиммундық ауру. Грейвс офтальмопатиясы кейде гипертиреозды емдеуге қарамаса нашарлайды. Себебі гипертиреоз кезінде біз гормондарды бақылаймыз, Т4, Т3-ті төмендетеміз. Бірақ оған қарамастан антиденелер көздік симптомдарды, немесе претибиалды симптомдарды асқындыру мүмкін. Егер асқынатын болса, офтальмологиялық симптомдар пайда болады, тітіркену, көздің қызаруы, жасаурау, немесе жиі конъюнктивит деген секілді. Және симптомдар суық ауада, желде, жарқын жарықта жиі нашарлайды. Сондықтан біз офтальмопатияны емдеу үшін пациентке стероидтарды береміз, немесе радиациялық лучевая терапия, немесе хирургиялық жолмен емдейміз. Енді қалқанша келесі талқылайтын тақырып ол токсикалық аденомалар. Ол қалқанша безінің дербес тәуелсіз жұмыс жасайтын түйіндері. Бұл токсикалық аденома кезінде сол түйіндерде мутацияланған ТТГ рецепторлері болады. Бұл рецепторлер ТТГ-ге жауап бермейді. Бірақ соған қарамастан бұлар өздері үлкейіп, өздері дербес ТТГ-ге қарамастан өздері дербес жаңағы қалқанша безінің тироидты гормондарын бөле береді. Егер бір түйін болатын болса, онда ол токсикалық аденома деп аталады. Егер көп түйін болатын болса, онда токсикалық көп түйінді зоб деп аталады. Бұны қалай анықтауға болады? Пальпация жасайтын болсақ, түйінді пальпация жасап анықтауға болады. Өйткені түйін үлкейіп, қолға пальпация кезінде сезіледі. Және егер анализ алатын болсақ, зертханалық зерттеу анализі кезінде, онда гипертиреоздің белгілерін байқауға болады пациенттен. Және зертханалық зерттеулер кезінде Т3, Т4-тердің гормондардың жоғарылаған байқауға болады. Емі радиоактивті йод
немесе хирургиялық жолмен алып тастау. Радиоактивті йодтың сіңірілуі. Радиоактивті йод дегеніміз ол не? Ол бізде қалқанша бездің түйіндерін тексеру үшін өте маңызды. Осы қалқанша бездің түйіндері радиоактивті йод беру арқылы тексеріледі. Йод 131-ді береміз. Терапиялық дозадан төмен береміз. Тексеруге. Жүктілікте емізу кезінде қарсы көрсетілген, себебі йод радиоактивті, және ол неден плацентадан өтіп, жүктілік кезінде балаға берілуі мүмкін. Йод кезінде йод жаңағы радиоактивті болғандықтан бұл қалқанша безімен тез сіңіріледі. Бұның жаңағы қалыпты йодқа қарағанда, радиоактивті емес йодқа қарағанда, бұның несі аффинитеті өте жоғары, сондықтан қалқанша безі бұны тез сіңіріп алады. Егер ағылшынша оны hot nodule дейді, келесі тақырыпта, келесі лекцияда толықтай талқылаймыз. Қалқанша безінің жаңағы ісіктерін өткен кезде. Бұл йодты сіңіреді. Йодты сіңіргеннен кейін жаңағы ыстық түйін деп аталатын себебі йод жақсы сіңіріледі осы түйіндерге. Жақсы сіңірілетін болса, онда бұл түйін қатерлі емес. Келесі суық түйін деп аталады, немесе cold nodule ағылшынша. Бұл кезде йодтың сіңірілуі өте нашар болады түйіндерге. Егер йод түйінге дұрыстап сіңірілмесе, онда бұл түйіннің жаңағы қатерлі ісік ықтималдығы 5%-ға жуық болады. Көбінесе, егер пациентте суық түйін анықталатын болса, жиі биопсия жасалады. Жұқа инемен биопсия жасалады. Келесі талқылайтын феномен бізде Базедов феномені. Бұл йод тудыратын гипертиреоз. Көбінесе йод тапшылығы бар аймақтарда кездеседі. Пациент йод қабылдайтын болса, онда артық йод пациенттерде гипертиреоз шақырады. Жиі көбінесе токсикалық аденомасы бар науқастарда кездеседі. Сонда құрамында йод мөлшері жоғары препараттарды қабылдайтын болса, немесе экспекторанттар, қақырықты түсіретін препараттар, кейбіреуінің құрамында йод болады, мысалы калий иодиді. Және КТ кезінде егер контраст енгізетін болса, құрамында йод бар контрасты. Және егер пациентте аритмия болатын болса, аритмияға қарсы амидорон препаратын қабылдайтын болса, пациентте йодтың деңгейі қанда жоғарылап, және осы артық йод пациентте Базедов феномен шақыру мүмкін. Базедов феномен дегеніміз сонда йод тудыратын гипертиреоз. Пациентте гипертиреоз дамуы мүмкін. Біз жаңа айтқан амидорон препараты гипертиреозды шақыру мүмкін. Бірақ оның екі түрі бар. Екі тип арқылы шақырады. Амидоронның құрамында йод бар. Мына жерде суреттен көруге болады. Мынау 1 йод, мынау 2 йод. Сонда 2 йод бар. Қалай есте сақтаймыз? Амидорон деген препараттың атында мына жерде йод деген сөз бар. Йод деген сөз бар. Екі типі бар дедім жаңа. Бірінші тип ол қалқанша безінің бұзылыстары бар науқастарда пайда болады. Егер пациентте Грейвс ауруы болатын болса, немесе көп түйінді зоб болатын болса, пациентте гипертиреоз болатын болса, онда амидоронды береміз. Амидорон егер берілетін болса, амидорон йод береді. Йод гормондардың артық өндірілуін жаңағы күшейтеді. Сонда пациентте гипертиреоз пайда болады. Гипертирозды сонда амидорон күшейтеді. Гипертирозы бар пациенттерде амидорон гипертиреоз одан сайын күшейтеді. Екінші типі ол деструктивті тироидит. Бұл жаңа амидорон препаратының тікелей токсикалық әсері. Бұл жаңағы қалқанша безін барып зақымдайды. Зақымданған себептен қалқанша безінде қорда тұрған Т4 пен Т3-тің артық шығарылуы қанға өте көп түседі, и пациентте гипертиреоз дамиды. Бірақ бұл кезде гормон синтезі жоғарыламайды. Бұл көбінесе қалқанша безінің бұзылыстары жоқ науқастарда пайда болады. Енді гипотиреоздың негізгі себептері ол бірінші йод тапшылығы, немесе йодтың артық болуы. Йод өте көп дозада болатын болса, артық йод Вольф-Чайков эффектісі арқылы кейбір пациенттерде
гипотиреоз шақыруы мүмкін. Және туа біткен гипотиреоз, амидарон препараты гипертиреозды шақыруы мүмкін, және гипотиреозды шақыруы мүмкін. Және тироидит дегеніміз жаңағы қалқанша безінің қабынулық патологиялары. Олар Хашимота тироидиті, ол тағамда йод жеткілікті болған кездегі ең негізгі бірінші себеп. Және жеделдеу тироидит немесе ридел тироидиті. Йод тапшылығы, ол ең негізгі осы гипотиреоздың себебі. Көбінесе эндемиялық зоб деп аталады. Эндемиялық аймақтарда негізінен кездеседі. Йод тапшылығы кең таралған, мысалы Қазақстан бізде осы эндемиялық аймаққа жатады. Көбінесе таулы аймақтарда кездеседі, жоғары аймақтарда, жаңа теңізден, мұхиттардан алыс орналасқан мемлекеттерде. Себебі йод таудан жаңағы су аққан кезде сумен бірге төмен қарай йод ағады, сосын барып теңіздерге, мұхиттарға барып құйылады. Сондықтан теңіздерде, мұхиттарда йод көп болады, тауда, жоғары жақтарда йод өте аз болады. Егер йод өте аз болатын болса, онда қалқанша безі гормондарды дұрыстап Т3 Т4-ті өндірмейді, өйткені йод жоқ. Егер Т3 пен Т4 өндірілмейтін болса, онда ТТГ жоғарлайды. Бірақ бұл кезде ТТГ-ның жоғарлауы тұрақты болады. Тұрақты жоғарлау ТТГ қанда жоғарлайды, және көп ТТГ бізде қалқанша безін стимулдап, қалқанша безінің гиперплазиясына ұлғаюына алып келеді. Енді тағамда йодтың артық болуы. Егер тағамда йод шамадан тыс көп болатын болса, ол гипертиреозға әкелуі мүмкін. Бірақ қалқанша безі артық йодтан өзін Вольф-Чайков эффектісі арқылы қорғайды. Өзін қорғайды, сол арқылы жаңағы егер көп болса да йод, бірақ ол йодтың барлығы сіңірілмейді. Сіңірілмейді да жаңағы Т3 Т4-тің синтезі жоғарламайды. Вольф-Чайков эффектісі кезінде органификация процесі йодпен тежеледі, және MIT мен диаетин синтез азаяды. Сонда ұзақ уақыт үлкен дозада йодты қабылдау пациенттерде зобқа әкелуі мүмкін, немесе сол гипотиреозға әкелуі мүмкін. Сонда йод егер жетіспейтін болса, эндемиялық аймақтарда, жаңа эндемиялық зобты шақырады, жетіспейтін болса, онда Т3 Т4 гормоны аз бөлінетін болса, онда ол гипотиреозды шақырады. Зобты шақырады. Гипотиреоз ТТГ жоғарлайды, ТТГ сосын қалқанша безін белсендіреді, стимулдайды, содан кейін қалқанша безі гиперплазияға ұшырайды, зоб шақырады. Енді йод артық болатын болса, тағамда өте көп болатын болса, артық йодта бізде гипотиреозды шақырады. Себебі артық йод ұзақ уақыт бойы пациент қабылдайтын болса, ол Вольф-Чайков эффектісі іске қосылады. Вольф-Чайков эффектісі іске қосылатын болса, жаңағы Т3 Т4-тің синтезі, MIT диаетин синтезі тежеледі, органификация процесі тежеледі. Және йод жүктеме кезінде, егер бұл қысқа уақыт аралығында, егер йодты өте үлкен дозада қабылдайтын болса пациент, онда ол гипертиреоз шақырады. Гойтерогендер деген заттар бар. Гойтерогендер деген ол қалқанша безі гормонының өндірілуін тежейтін заттар. Ең негізгісі ол йод. Йодтың өзі өте үлкен дозада, жаңа айттым, Вольф-Чайков эффектісі арқылы қалқанша бездің гормондарын тежейді. Сондықтан йод артық дозада гипотиреоз шақырады. Содан кейін литий деген препарат бізде психиатрияда қолданады. Психиатрияда бізде bipolar синдром деген бар, биполярный синдром. Соны емдеу кезінде литий қолданады. Бірақ литий қалқанша бездің гормондарын синтезін тежемейді, бірақ клетканың ішінен сыртқа босап шығуының бөлінуін тежейді. Сол арқылы гипотиреоз шақыру мүмкін. Және кейбір тағамдар, мысалы маниок немесе тары деген басқа да тағамдар өте көп, жаңа қалқанша бездің өндірілуін тежейтін. Олардың барлығы бізде гойтерогендер деп аталады. Google'дан гойтероген деп теріп, сол тағамдарды, заттардың бәрін тауып алуға болады. Амиодорин препараты гипотиреозды тудыруы мүмкін, жаңа айтқандай. Амиодорин препараты сонда гипертиреозды тудырады, немесе гипотиреозды тудырады.
гипотироза тұратын себебі артық йод Вольф-Чайк эффектісі іске қосылады және қалқанша безі гормондарын синтезі тежеледі. Сондай-ақ амидорон Т4-ті имитациялайды және 5 прайм диадназаны тежейді. Мына жерде амидорон берілген. Амидоронды пациентке бермес бұрын, амидорон қай кезде беріледі? Бұл пациентке егер аритмия болатын болса, жүрекшелердің фибрилляциясы болатын болса, амидоронды беруге болады. Бірақ амидорон терапиясын бастамас бұрын әрқашан ТТГ деңгейін тексеру керек. Пациентте ТТГ-ның деңгейі қандай, Т3, Т4-тің деңгейі қандай екенін біліп алу керек. Себебі амидорон гипотиреозды шақыруы мүмкін. Артық йод Вольф-Чайк эффектісін іске қосады және пациентте гормондар синтезі тежеледі. Немесе амидорон 5 прайм диадназаны тежейді. Егер бұл гормон тежеледі, бұл фермент тежелетін болса, пациентте Т4-тің Т3-ке айналуы тежеледі. Сонда Т3 азаяды, пациентте гипотиреоз дамайды. Және кейбір пациенттерде гипертиреоз шақыру мүмкін. Ол амидорон тікелей қалқанша безін зақымдап, қалқанша безін қабындыру мүмкін. Қабындыратын болса, пациентте тироидит дамиды, а тироидит кезінде бастапқы фазасында әрдайым гипертиреоз байқалады. Және йод жүктемесі кейбір пациенттерде көбінесе амидорон йод жетіспейтін аймақтарда йодты беретін болса, амидоронды қабылдайтын болса, ол йод жүктемесі базеда феномен шақырады, пациенттерде гипертиреоз шақыру мүмкін. Келесі туа біткен гипотиреоз, ол тироидті гормондардың сүйектің қалыпты өсуіне және орталық жүйке жүйесінің жетілуіне қажет тироидті гормондар. Егер балалық шақта пациентте, балаларда гипотиреоз байқалатын болса, ол кретинизм деп аталады. Кретинизмді шақырады, себебі балаларда бойдың баяу өсуі және ақыл-ойдың кемістігі байқалады. Негізгі себептері ол йод тапшылығы, қалқанша безінің дисгенезі, немесе гормондар синтезінің туа біткен ақаулары, олар бізде дисгормоногенез деп аталады, гормоногенез. Және ТПО. Ол ТПО дегеніміз ТПО-ға қарсы антиденелер пайда болатын болса, немесе ТПО-ның жеткіліксіздігі. Тироид пероксидазы ферментінің жеткіліксіздігінен болады. Кретинизм. Бұл бізде ақыл-ой кемістігінің ең көп тараған және емделетін себебі. Егер бала кезден гормондарды балаға беретін болса, Т3, Т4 гормондарын беріп, гормондарды қалыпқа келтіретін болса, онда ақыл-ой кемістігі емделет, қалпына келеді. Енді жаңа туған нәрестелерді арнайы тексеру бағдарламасы бар. Ол бала туған кезде өкшесіне қан алады да, қандан Т4-ке, ТТГ-ға тексереді. Егер ТТГ төмен болатын болса, Т4 төмен болатын болса, онда кретинизмге күдік жоғарылайды да, баланы бақылауға алады. Кретинизм кезінде балада қандай симптомдар пайда болады? Ол бірінші ақыл-ой кемістігі, IQ төмен болады. Дөрекі бет әлпет, жерде түрін қарасаңыздар, түрі біртүрлі баланың. Бойы қысқа болады, бойы баяу өседі, және кіндік жарығы. Бұл пупочная грижа, орысша айтқан кезде көп балалар кретинизммен ауыратын. Осы пупочная грижамен туылады. Және тілі үлкен болады, аузына симайды. Келесі ятрогенді гипотиреоз. Ятрогенді дегеніміз ол дәрігерлер жасаған дәрігерлердің себебінен, кесірінен болған гипотиреоз. Ол бірінші қалқанша безінің операциясы. Көбінесе Грейвс ауруы кезінде, немесе қатерлі ісік кезінде қалқанша безін толықтай алып тастайды. Егер қалқанша безін алып тастайтын болса, онда қалқанша безі жоқ болса, гормон бөлетін орган жоқ, без жоқ, пациентте гипотиреоз дамиды. Келесі радиойодты терапия. Біз радиоактивті йод 131-ді пациентке капсула түрінде береміз, ішке қабылдайды. Радиация, радиоактивті йод қалқанша безін сіңіріледі, сіңірілгеннен кейін қалқанша бездің жасушаларын зақымдайды. Бұл бірнеше аптаның ішінде қалқанша бездің функциясының бұзылуына әкеледі. Көбінесе Грейвс ауруы немесе қатерлі ісік кезінде беріледі. Және мойынның сәулелі терапиясы, мойынның басқа да қатерлі ісіктер кезінде
Ходжкин лимфомасы немесе бас және мойын қателі ісіктері кезінде егер сәулелі терапия жүргізетін болса, сол сәулелі терапия қалқанша безін зақымдауы мүмкін және гипотерозға келуі. Хашимото тиреоидиті бұл созылмалы аутоиммунды тиреоидит гипотероздың ең көп тараған себебі. Бұл гипотероздың түрі тағамдағы йодқа байланысты емес. Негізінен, егер тағамда йод азаятын болса, қалқанша безінің гормондарын синтез азаяды. Себебі Т3, Т4 гормондарын синтезіне йод өте маңызды. Йод болмаса, гормон синтезделмейді. Бірақ Хашимото тиреоидиті кезінде йод тағамда жеткілікті болса да, пациенттерде гипотероз дамиды, себебі бұл аутоиммунды ауру. Хашимото деп неліктен аталған, себебі бұл Жапонияда кеңінен таралған. Жапония бізде теңізбен қоршалған, о жақта йод жеткілікті, балық, балдыр барлығын жейді. Бірақ йод тағамда жеткілікті болса да, пациенттер, жаңағы адамдар гипотерозбен ауырады. Негізгі себебі ол аутоиммунды болғандықтан қалғанша безіне лимфоциттердің жиналуына байланысты. Аутоиммунды бұзылыс қалғанша безге Т лимфоциттер шабуылдайды, және Т лимфоциттер шабуылдағаннан кейін сол жерде Б лимфоциттер активацияланады және қалғанша бездің бұзылысын алып келеді. Көбінесе HLA-DR3, HLA-DR5 деген гендермен жаңағы тығыз байланысты. Бұл кезде антиденелер түзіледі, ТПО-ға қарсы антиденелер түзіледі, тироид пероксидазаға қарсы және тироглобулиндерге қарсы антиденелер түзіледі. ТПО жұмысы тежеледі, тироглобулиндер азаяды, сосын пациентте гипотероз дамиды. Гистологияда жаппай лимфоцитарлық инфильтрат, жаңағы бізде мынау не болатын болса, фолликулярлы жасуша болатын болса, осы фолликулярлы жасушалардың іші лимфоцитке толған болады, және мынау орталықтар бізде герминалды орталықтар деп аталады. Герминалды орталық дегеніміз осы лимфоциттерге толған фолликулярлық жасушалар. Және хөртлі жасушалары бұл бізде үлкейген эозинофилді фолликулярлық жасушалар. Жаңа фолликуляр жасушалардың ішіне лимфоциттер толады, толғаннан кейін олар үлкейеді, үлкейгеннен кейін үлкейген жасушалар бізде хөртлі жасушалар деп аталады. Негізінен әйелдерде кездеседі, без ұлғайған, ауырсынусыз, және қалқанша безінің функциясы біртіндеп төмендейді. Және төмендеген сайын пациентте симптомдар біртіндеп пайда бола бастайды. Пациентке диагностика ол зертханалық көрсеткіштер, гормондарды, ТТГ-ні, Т3, Т4-ті бақылау арқылы, қарау арқылы диагноз қойылады, және гипотероздің белгілері болатын болса, пациентте симптомдары жаңағы шаштың түсуі, салмақтың жиналуы, салмақ қосу, немесе брадикардия, шаршағыш, әлсіздік деген симптомдар пайда болатын болса, онда бұлар Хашимото диагнозын қоюын жақсы оңайлатады. Емі орын басу терапиясы біз пациентке Т3 немесе Т4 гормондарын береміз, левотироксин деген препарат береміз. Және ходжкиндік емес Б жасушалы лимфоманың қаупін жоғарылатуы мүмкін, егер пациентте Хашимото тиреоидиті болатын болса. Келесі тиреоидиттің бір түрі ол жеделдеу тиреоидит, немесе Д. Кервен гранулематозды тиреоидиті деп аталады. Бұл қалғанша безінің гранулематозды қабынуы көбінесе жас әйелдерде кездеседі. Бұл тиреоидит көбінесе вирустық инфекциядан кейін басталады. Қалқанша безі ұлғайған және ауыртпалы. Осы Д. Кервен тиреоидиті ауырсынумен байланысты. Хашимото кезінде қалқанша безінде ауырсыну болмайды. Мына жерде ауырсынусыз деп тұр Хашимото кезінде. Ал Д. Кервен кезінде қалқанша безі ауырсынумен байланысты. Пациентте бірінші гипертиреоз дамиды, өйткені жаңағы тиреоидит болғандықтан бірінші қабынады, жасушалар қабынғандықтан жасушаның ішіндегі қордағы гормондар қанға көптеп түседі, гипертиреоз дамиды, сосын жайлап гормондардың мөлшері азаяды, эутироидты фаза, осын соңында синтезі төмендейді, гипотиреоздық фаза. Емі қабынуға қарсы препараттар, ол аспирин, қабынуға қарсы стероидты емес заттар, немесе стероидтар, және қалқанша бездің симптомдары әдетте жеңіл, емді қажет етпейді, гормонды берудің қажет жоқ пациенттерге,
және бірнеше аптадан кейін қайттан қалпына келеді. Бірнеше аптада жазылады. Риддель тироидиті бұл бізде фибробласттардың активтенуі немесе пролиферациясының әсерінен болады. Қалқанша безінде коллаген жиналады. Коллаген жиналып, қалқанша безі қатты тас секілді қатып қалады. Көбінесе қалқанша безден асып кетеді симптомдары. Қалқанша безі үлкейген сайын қалқанша маңы бездерін қысады. Ол гипопаратиреозға алып келеді. Сосын үлкен қалқанша безі көмейдің нервтерін қысуы мүмкін. Соған байланысты дауыстың қарлығуы болуы мүмкін пациенттерде. Трахея қысылатын болса, онда тыныс алу қиындайды. Бұл көбінесе иммуноглобулин G4-тегі G4 плазмалық жасушалармен байланысты. Иммуноглобулин G4-ке байланысты ауру, және бұл аутоиммунды панкреатитпен де байланысты. Биопсиясында көбінесе иммуноглобулин G4-тік плазмалық жасушалар табылады. Осымен лекция аяқталды. Назарларыңызға рахмет.